Менің есімім Әзірет, фамилиям Ерназаров, мамандығым хирург, травматолог. 40 жыл көлемінде 76 жыл бітіргенбіз медицина, содан бері қарай жұмыс істеп, енді зейнетке шығарып, тағы да жұмыс жалғастырып жатырмыз әлде де. Егер сенсе, хирург қаннан қорыққанда, мен мысалға осы күнге дейін қой соймаймын. Сенсең, тауықтың басын кеспеймін. Ал енді операция ол бөлек мәселе ғой оны. Қаннан қорқады деп есептесек. Ол енді емдеу бір бөлек, өлтіру бір бөлек дегендей. Сол мәселе. Ота кезінде отаның әртүрлі жағдай оталар болады. Жеңіл дәрежеде, жоспарлы түрде еткен кезде жоспарға сай ота жасағанда ойланып, қалай келе жатыр, қалай кетіп бара жатыр, не істелінді, қалай істелінді, жақсы жаман, оны кейін алдағы жоспарда қалай оны өзгерту деген сияқты. Сондай нәрселер өзі адам басында сызылып жазылып қояды. Соны қасындағы көмекшілерің қосылып, соны орындап шығуға ойлайсың. Енді болады, ол не ойлайсың деп, ол тек қана жұмысты ойлайсың. Ота дегеннің өзі өте күрделі нәрсе ғой. Бұл жерде қателесуге болмайды. Қателессең, ол адамның өмірі тұрады. Себебі сен қатты бар жан тәніңмен жұмыс істейсің ғой. Басыңмен, қолыңмен, барлығы сол неге ол кезде ол басқа ой бола ғой, қиындау болады. Намаз оқып жатқан кезде әртүрлі басқа нәрселер ойланып кетеді. Молдекеңдер сол кезде сондай ой келе береді деген сондай мәселе бар еді. Сол сияқты ондай жағдай жоқ ол жерде. Өзі сен азынан кешке сол операция басталғаннан, ота басталғаннан біткенше соны қалай өтетінін ойланып тұрасың. Ол қанша әрбір операция, мысалы 1000 операция жасап жатсаң, бір операцияны, соның өзінде де ол сол қиын сияқты болып көрінеді саған. Басына аяғына дейін жасап шығу. Адам болғаннан кейін сондай болады ғой негізінде. Өзім ота жасалып көрдің бе деп сұрасаң да болады. Мысалға, өзім өз болғалы біраз ғана өзіме ота жасалды. Онда да ол жаңағы өзімізге жақсы таныс жігіттердің тіземе жасаттым. Жаңағы наркоз енді олына тек қана жергілікті жалпы деп бөлінеді ғой, соны жергіліктісімен жасалды. Неден? Жұлынға новоканжбер арқылы жасалды. А жалпы наркоз алып көрген жоқ. Көзге көрінбейтін микробтар, микроорганизмдер бар ғой. Ол бұлай жуған басқа мәселе. Сол микробтардың бәрін өлтіретін дәрілермен жуамыз. Олар әртүрлі. Бұрын кезде де біз бастаған кезде хлорамин деген иіс шығып кететін, есінен танып құлап жататынбыз, нашатырный спирт деген нәрселермен жуынатынбыз. Одан кейін барып, қазіргі кезде өте жақсы. Сондай кішкентай ғана сипап жуғанның өзінде, 3-4 мезгіл жуғанның өзінде бар микробты өлтіріп тастайтын қазір жақсы дәрілер шықты, сұйықтықтар дегендей. Бұл жануарларға, осы күні бүгінге де жануарларға жасалынған, шошқаға жасалынды. Бірақ осыны жасаймын деген итальян хирургының несін жаңағы осындай айтылған хабарламасын естіп, мен өте керемет таң қалдым. Бірақ ол уже басқа адам болады. Бас кімдікі болса, сол болады. Өзіме ота жасау деген кезде бір кезде қолым іріңдеп, сол ауылдық жерде жұмыс істеп жүргем. Менен басқа хирург жоқ. Сол арақпен сүртіп, арақты ішіп, тиесіп іріңді шығарғам, ол да ота қояды. Біріншіден скальпель деп айтпай, қазақша қанда ауырды. Енді скальпель іште қала қою өте қиын. Жаңа айттым ғой, операция жасау деген өте оңай нәрсе емес. Операция жасау үшін жетіріз ойланып, жетіріз жоспарлап жасау керек пе, керек емес пе деген мәселе шешіліп. Содан кейін ол жасау керек дегеннен кейін барып, оны қалай жасап, қалай бастап, қалай бітіреміз дегенде нәрселер де болады. Бірақ қандауыр қалады деген өте қиындау мәселе, үлкендеу инструменттердің. Бірақ енді өмір болғаннан кейін көрдім, оның ішінде бір қалдырып кеткен нәрселерін алып тастауға тура келген жағдайлар болды. Операция өте қиын болып кетсе, хирург не істеп не қойғанын білмей қалатын жағдайлар болады. Хирургты адам, оташыда адам, ол сасып қалуы мүмкін. Әсіресе адамның өмірі, мысалы кейбір кезде сол қан тамырына тиіп кетсең, ішін ашқан кезде, 1 минутте адамды жоғалтып алуы мүмкін. 1 минутта. Сол кезде көз алдында елестетіп көрсең болады. Қан деген ана тола, не қанап жатқанын білмейсің. Сонда сол уақытта хирург деген өзін өзі ұстап, соны қанап жатқан жерін тауып, басып, тоқтатып, сондай жағдайлар болған кезде
жаңағы қан тоқтататын салфетка дейді, мысалы орамдар марлы дейді, жасалған орамдар, басқа заттар ішіне қойып пайдаланатын нәрселер қалып кететін жағдайлар болады. Бірақ енді скальпельді оның ішіне ешкім қандауырда тастап кете қоймас, жаңағы қысқыш деген нәрселерді. Бірақ енді өмірде әртүрлі жағдай болады. Ол бұрында болған жағдай балам. Қазір тек қана операцияны робот жасап жатыр. Біріншіден, қазір жаңағы қолдан жасалған интеллект, ақыл ой деген дамып келе жатқан кезі, ол жерге кішкентай ғана тесіктермен, видеоскопический дейді, видеомен көріп, оған енді скальпельді тығып кіргізе алмайсың. Біріншіден ол қалмайды онда. Онда азды көпті тесттен өтетін нәрселер қалып кететін болмаса, бірақ ол әрине ота жасайтын адамға байланысты ғой. Сүндеттеу деген, біріншіден сүндеттеудің артығымен кесілетін жағдайлар болады. Ол көбінесе қай уақытта болады, артымен кесілетін. Осы сүндет жөнінен мен 40 жыл бойы осымен айналыстым. Қазір кезде менде сүндет жасайтын аппарат бар, өзіміздің патентіміз бар, өзіміздің әдісіміз бар. Әдіс болғанда біз әдіс ойлап шығарған жоқпыз, біздің ата-бабамыздан келе жатқан сол әдіс, халықтық әдіс деп айтайын мен. Сол әдісті ешкім осы күнге дейін патенттемеген екен. Соны сәл өзімізге осы заманға сай қанатпай кесетін қылып аппаратпен қанамайды, 1 грамм қан тамбайды. Баяғы кездері өздеріңде естеріңде болатын болса, 1, 2, 3 басын кес, лезвиемен шақ еткізіп, сосын ол біресе қанайды, біресе қанамайды, дұрыс па? Қанайтындай жағдай болады, сосын оған сіріпті сеу қойып істейтін. Қазіргі жағдайда өте жақсы. Ол енді жаңағы сұрағыңа қайта оралайын. Артық қай уақытта алынып қояды. Біріншіден, баланың ол мүшесі 5 пен 7-нің арасында өте тамаша жетіледі. 5-тен кейін жетіледі. Ерте жасалған кезде, хирург қанша тәжірибелі болған күнде де ол есептей алмайды. Екі сыртқы, ішкі қабығы болады. Соның екеуін бір-біріне дәл келтіріп пішу, былайша айтқанда. Тіккен кезде де пішеді ғой. Пішудің өзі өте қиын болады. Ол дәл оны орнына келтіре алмайды. Сол себепті баланы сүндетті басқа медициналық көрсеткіштер болмаса 5 пен 7-нің арасында жасау ләзім, шарт. Бұл даже Құранда да жазылған. 5 пен 7-нің арасында баланы сүндеттеу ләзім деп жазған. Және сол кезде бала өзін мұсылман боламын деп есептейді. Содан әрине мұсылманға өткеннен кейін тілін кәлимаға келтіру керек. Әкесінің көмегімен, баласының көмегімен. Жаңа сөзге қайтар алсақ, артық кесіліп, кем кесіліп қоймайды. Толық балаларда ішіне кіріп кететін болады. Сыртқа көбірек шығып кететін жағдайлар болады. Содан кейін бізде медицинада, урологияда сондай не бар? Жаңағы жасырын, скрытый половой член дейді. Жаңағы баланың несін, мүшесін, оның ішіне кіріп кетіп, сыртына кішкентай ғана шығып тұрады. Сол кезде жаңағы оны дәл есептеу өте қиын, жаңағы айтқандай. Сөйтіп көп несін бәрін, сыртқысын бәрін көп алып қояды. Содан кейін тігіліп қалады. Кейін бала өскен кезде ол өспей қалып қояды. Бұл енді ол бала үшін әрине қасірет болады. Сол үшін тағы айтып айтайын, 5 пен 7-нің арасында сүндеттеу өте дұрыс. Енді мен оны арақ ішпегеніме бір 18 жылдан астам болды. Енді ішпедік деп айтсақ, ол ұят болар, бірақ іштік оны. Оны әкеп бергенде қайсысы ұнайды деген мәселе ма? Ол арақтың, ол жаман заттың бәрі бір дейді, оның бәрі. Бір жерден шыққан зат қой, ол арам зат енді. Енді түсініп отырмыз ғой, арамды екенін. Қайсысы ұнайды дейтін бар ма оны? Мен шоколадтарды келген кезде жемей жүрміз біз енді, семіріп кететін болғасын. Шоколадты, торт деген нәрселерді. Ота жасап жүрген хирургтарда жаңағы жазылмаған бір заң бар. Ол қазір мен кіремін, 15 минутта ота жасаймын да шығамын, мені күтіп тұр деген. Деп айтсаң, ол ең қысқа әрі ұзақ болып шығады ол. Ең қысқа 15 минутта бітіремін деп кіресің ішіне. Содан кейін оның ішінде сондай қиындықтар пайда болады. Жабысып қалған болып шығады мысалға. Жай ғана кәдімгі қарапайым жаңағы соқыр ішегінің өзі. Содан ол 3 сағаттан кейін шығасың. Сонда хирургтардың арасында енді біз пәленбай зейнетке шықтық қой. Сол кезде бар ең бірінші хирург қиналып, ана операциядан қалай шығатынын білмей, операциядан кейін осы өліп қала ма деген мәселе болған кезде ол 3 нәрсені ойлай бастайды. Бірінші,
Бірінші мәселе сол айтады. Неге мен бұл операцияны алдым? Алмауым керек еді, басқа жасау керек еді. Бұл бірінші мәселе. Бірінші сағатында қиналғанда. Екінші сағатында мен неге осы хирург болдым? Неге дәрігер болдым? Оның ішіндегі мен неге хирург болдым? Екінші сағатында қиналып шыға алмай жатады ғой. Анаған қолынан көмек байқап тұр, қолынан көмек келмеуі мүмкін, өліп қалуы мүмкін науқас деген сияқты. Үшіншісі неткен кезде оның арманы, үшінші сағатта қиналған кезде. Дәл қазір төбемізден атом бомбасында бір бәле түсіп, мен де науқаста бәріміз жоқ болып кетсек, сосын оңай құтылармын деген ойға келеді. Ең ұзақ операция осы. Бұрынғы кезде біз бітірген жылдар ол өте оңай еді. 6 жыл біз дәрігерлік жалпы емдеу дәрігері бойынша оқып шығып, содан кейін 1 жыл интернатура деген болады, тәжірибе жинау деген сияқты. Үлкен жаңағы тәжірибелі хирургтардың қол астында солардың несімен тәжірибе жинау болатын. Ол да оқу қиын 7-ші курста. Қазір кезде уже кейінгі өзгерген заман мәселе бойынша қазір 5 жыл оқиды. 5 жыл оқығаннан кейін 2 жыл интернатура өтеді. Интернатурадан кейін ар жағында жалпы хирург болып шығады. Жалпы хирург болып шыққаннан кейін ар жағында мысалы нейрохирург, немесе уролог, немесе травматолог, болмаса басқа бір жағдайлар, басқа хирургтарға кететін болса, ол клинический ординатураға тағы 4 жыл оқиды. Вот тура осы мәселеде, мысалға менің қызым 91 жылғы туылған соғыс мектепті бітірді, 6 жыл, 1 жыл интернатура өтті, 4 жыл резидентура оқыды, 2 жыл резидентура оқыды, содан кейін 2 жыл магистра оқыды, енді докторантура оқымақшы, сонда білмеймін қанша жыл болған, есептей берейін. Хирургтың карьералар өсуі дегеннен гөрі, одан басқа хирургтың жаңағы өзінің тәжірибе жинап, өзінің жаңағы дәрігер ретінде, хирург ретінде даму деп айтсақ болады. Мен осы жөнінде менің өзімнің ойым бар. Мысалға, хирург ауданда ол басқаша хирург, ауданда ол барлығын білу керек. Ауру деген әртүрлі аурулар бар. Ол хирург. Біз ауданда пәленбай жыл жұмыс істедік, мен білем. Ауданда кішкентай нәрседен бастап, тырнақтың кіріп кеткеннен, емдегеннен бастап, миға дейін операция жасадық. Оның шет жағасын өздеріңде білетін шығасыңдар. Миға, жұлынға, сосын жарақат, сынған сынықтарға. Ал енді менің ойымша хирург оташы бүкіл өмір бойы ол үйреніп өтеді. Ол да зейнетке шыққанда да ойлайды, осымен бір нәрсе. Мен мысалға бір-екі нәрсеге жетпей қалдым, бір-екі операция жасауым керек деп ойлаймын мысалға. Сол ол бүкіл өмір бойы, ол оқитын хирург, білетін хирург болса, ол бүкіл өмір бойы үйренумен, оқумен кетеді. Бұрын Совет үкіметі кезінде, хирург басқа дәрігерлердің бәрі бірдей ақша алатын. Қазір кезде де сондай, бірақ осы 1 жыл, 2 жылдың көлемінде, оны өздеріңіз білесіздер, жаңағы ФОМС, міндетті сақтандыру қоры қосылғаннан кейін, қазіргі ақшалары, олардың ақша төлеудің әртүрлі ерекшеліктері шығып, соған байланысты ақшалары сәл дұрыс бола бастады. Әйтпесе өкінішке орай, дәл қазір мен осы астына келгенде білем, біздің қанша жас дәрігерлеріміз, қанша тәжірибелі дәрігерлеріміз бірінші Турцияда жұмыс істеп жатыр. Турцияда мен білетін таныстардың, менімен бірге бітіргендерінде қанша адамдар Турцияда жұмыс істеп жатыр. Оларды біздің осы Совет үкіметінде оқығанның тәжірибелерін олар құшақ жая қарсы алуда. Себебі бізде де медицина жаман болмаған, олардың іс тәжірибесі дегендей. Қанша Америкада мен білетін туысқандарымыз 4-еуі жүр. Германияда осы Қазақстаннан келгендерді құшақ жая қарсы алады. Чехословакия, Венгрия дегендерді айтпағанда. Соң қанша біздің дәрігерлер осы ақшаның аз болған себепті сыртқа кетіп жатыр. Бұл әрине өте өкінішті жағдай еді. Ал егер осы қазіргі заманның саясатына байланысты қазір біздің елбасымызда басқа өкімет басындағыларда қазір айлықты көбейтеміз деп жатыр ғой. 290 мыңға, 286 мыңға жеткіземіз деген сияқты мәселе бар. Сондай болатын болса құп болар еді. Біздің жастарымыз өзімізге қызмет ететін еді. Хирург болмағанымда мен әдебиетші немесе жазушы болар едім. Себебі мен 9-шы классқа дейін Қазақстан пионер дейтін газет бар еді бұрында. Өзің
коммунистік еңбек деген газет болатын. Соларға әртүрлі мақалалар жазып, әжептәуір жаңағы тәжірибе сөйтіп солардың бәрін жинап, журналист боламын деп жүргенмін. Содан кейін сол 9-шы класста оқыған кезде менің анам қайтыс болды сары аурудан. Сол жылдары сары аурудан өте көп адамдар қайтыс болды. Біздің ауылымызда ма, басқа жерде. Сол кезде мен сразу бірден немді өзгертіп, мен дәрігер боламын деп. Содан кейін дәрігерлікке 9-дан кейін 10-шы класс бітірдік та. Содан мектепті алтын медальмен бітірдім мен. Бір экзамен тапсырып, 76 жыл Семейде нөмір 1-ші студент болғам. Жас хирургтарға кеңес, оларға енді әрине қазіргі заманда өте қиын. Себебі бұрынғы бітірген жас хирургтарға қасына кеңесші беретін, ақылшы беретін, соның қасында жүріп үйренетін. Қазіргі кезде ондай өкіметтік нелер құрылымдарының бәрі азайды, бәрі жекешелендіріп кетті. Содан кейін ол жекеменшік нелердің барлықтары да тек қана кәдімгі тәжірибелі дәрігерді алғысы келеді. Тәжірибелі дәрігерлер енді аспаннан жаумайды ғой. Енді сол себепті қазір жастар өте ақылды. Олардың барлығы дерлік көбісі осы оқып бітіргеннен кейін шетелге барып, оқып келгенде көбісі оқып та келіп жатыр, ұнатады. Оларға не? Оларға Алла тағала не берсін? Бақ берсін оларға. Дәрігерлік бақ берсін. Содан кейін ол алған беттерінен қайтпау керек дәрігер үшін. Содан кейін әрине адам денесінің құрылысын өте жақсы білу керек хирург болу үшін. Ол күнделікті оқу керек. Күнделікті оқымаса, ол барлығын білетін адам сияқты көрінеді. Бірақ ол жалпы ғана білім ол. Ал адамда ол әртүрлі болып өзгеріп кете береді. Сол себепті күнделікті оқып, содан кейін ар жақта бізде оқитын кітаптар көп, монография бар, басқасы бар. Солардың бәрін тауып, оқып, ізденсе, бүкіл өмір бойы іздену керек. Ізденбей қалған күні, ол дәрігер ретінде, оташы ретінде, ол енді дамуға емес, өсуге емес, өшуге бет алады. Күнделікті іздену керек. Осы күнге дейін біз оқыдық. Әр отаның алдында бір қарап шығатын едік. Қай жерінде не болып қалуы мүмкін. Оны қайта жаттап алдық ол беттің. Сонда да баста ылғи оқып отырмаса хирургқа қиын мәселе.